Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Боао Азия форумының 23 сессиясына қатысу үшін Халықаралық конференциялар орталығына келді. Мемлекет басшысын директорлар кеңесінің төрағасы Пан Ги Мун мен Бүкілқытайлық халық өкілдері жиналысы Тұрақты комитетінің төрағасы Чжао Лэцзи қарсы алды. Мемлекет басшысы Боао Азия форумының пленарлық сессиясында сөз сөйледі. Қасым-Жомарт Тоқаев жыл сайын Қытайдың Хайнань провинциясында өтетін Боао Азия форумының пленарлық сессиясының ашылу рәсіміне қатысты. Биылғы 23-ші форум Азия және әлем, ортақ сын-қатерлер, ортақ жауапкершілік деген тақырыпта өтіп жатыр. Қазақстан Президенті аталған форумда құрметті қонақ ретінде сөз сөйледі. Мемлекет басшысы жиын қатысушыларына ілтипат білдіре отырып, құбылмалы геосаяси ахуал мен экономикалық қиыншылықтың салдарынан туындаған жаһандық тұрақсыздық жағдайында бұл платформа диалог пен халықаралық ынтымақтастық орталығы ретінде маңызды рөл атқаратынын атап өтті.